Assalamualaikum hörmətli Uşaq qatnашучылары. Bugün 2025 yıl 16 oktyabr Atiba Agronom Kaynaklı filial tarafından gezekli Uşaq болып өтпекте. Алдымен өзімді таныстыру үшін Atiba Agronom Kaynaklı filial басқарушы орынбасары Қалдыбаев Сәкен боламын. Ушaq суда мақсатымыз Агроном тарапынан беріліп жатқан кредитлер, аманат түрлері, пластик түрлері, басқа да жаңалықтар бойынша сіздерге кеңірек түсінік беріп өту. Sorularınız olsa түсінік бергеннен кейін бере берсеңіз болады. Қазіргі күнде беріліп жатқан кредиттеріміз юридик картиналарға, физикалық шахстарға беріліп жатыр. Сол бойынша махалла істеу бөлімі бас менеджері Аметова Шарипа түсінік беріп өтеді. Assalamualaikum. Bizlerдің bankımız tarafından жұмыссыздарды жұмыспен қамту үшін kredit türleri var, ajratılып жатырды. Оның үшін жисмани шахстар өзін-өзі банктен мақсатты түрде кредит ала алады. Ер адамдарға 25%-дан, аял адамдарға 23%-дан беріледі. Бұл біздерге біріктірілген махаллелерде жасаушы бұқараларға беріледі. Яғни біздерге Бескөпір, Бостан, Жаңағыла, Наурыз махаллелері қарайды. Өзін-өзі банк еткеннен кейін Махалла лайықасы деген кредит түріміз бар. Бұл 5 жылға беріледі. 2 жыл жеңілдетілген дәуірі бар. 50 миллионға шекем ала алады. Екінші кредит түріміз бұл бизнеске көмек деп айтылады. Бұл 4 жылға беріледі. Бұның жеңілдетілген дәуірі 6 ай болады. Ол 17 миллионға шекем беріледі. Үшіншісі бұл бизнеске көмек. Ең бірінші басланатылған неміз 5 миллионға шекем беріледі 1 жылға. Ол бірінші бизнесті баслап алу үшін беріледі. Bunun пайыздары жоғарыда айтып өттім. Аял адамдарға 25%-дан, ер адамдар 23%-дан, ер адамдарға 25%-дан беріледі. Bundan басқа юридик шахстарға да кредитлеріміз бар. Бұл 312-ші қарар тикарында беріледі. 1 жыл давамында фаалiyet жүргізіп жатырған юридик шахс болу керек. Ол саудаға hamda ishlab chiqaruv, xizmat ko'rsatuv, басқа тарауларға ала алады да. Саудаға болса 18 ай мүддетке бере аламыз. Егер басқа түрі болса, істеп шығару болсын, қызмет көрсету болсын, оны 6 жылға шекем бере аламыз. 100 миллионға шекем без залог, 100 миллионнан өтсе залог қойып алуға болады. Жаңа тәртіпте шығып жатыр, 60-ші қарар бойынша жастарға, 30-ға толмаған жастарға 60-ші қарар бойынша кредит ажыратып жатырмыз. Ол 5 жылға беріледі. 100 миллионға шекем өзін-өзі бәлкілеген шахс болса да болады, я болмаса тәдбіркар істеп жатқан адам болса да болады. Бұның жеңілдетілген уақыты 12 ай болады, пайызы 18%-дан беріледі. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса беремін. Мысалы мен достық лопажылдан махаллесіне кіремін ғой, Бескөпірден несін қалай аласыз? Бескөпірден емес, ондай болса сіз жаңа 60 қарар бойынша ала аласыз. 30-ға шықпаған болсаңыз, 30-ға шыққансыз ба? 31-де ме? Ондай болса оған. Махалленің бекітілген несі бар да? Алтын гүл жоқ қой, списокта. Біздерге біріктірілген махаллелер сол Бескөпір, Бостан, Жаңағыла. Әр махаллені әр банкке біріктіріп қойды. 60-ші қарарға да сіздерді 4 махаллеңіз керек. 60-ші қарар махаллесі. Өзбекстан қарасы болса. Жердің территорияны жасау керек. 30 жасқа шекем бересіз бе соны? 30 жасқа толмаған жастар тарапынан. Жұмыссыз болу керек ол, жұмыссыз болу. жұмыстағы адамдарға бермеу. Жұмыстағы адамдарға өзін-өзі бәлкей алмайды. Жұмыста бар да? Өзін-өзі бәлкегенде қайтпан дейміз. Тізімнен өтесіз. Салықтың программасы бар, өзін-өзі бәлкейдің. Бірақ сіз бірінші кредит алудан мақсат өзіңіздің жөнелесіңіз қойып алуыңыз керек та. Мысалы, өшіріп жөнелесінде, қандалатшы жөнелесінде, пішіріп, нағын пісіріп жатырмыз. Сол бойынша бұл бәлкегенде де өзінің тараулары бар, мақсаты бар. Сол бойынша мақсаты, мысалы, тігушілікпен шұғылданасыз ба, тігушілікті бәлк етесіз. Содан кейін сол немені дальше кетіп, неден жаңа 60-ші қарарды айтып жатыр ол жерде. Сол жерде мемлекет тізімлеуі жаңа 100 миллионға шейін кредит алсаңыз болады, без залог. 100 миллионнан өтсе, бірақ залогпен беріледі. Процент алады 100 18. 18. Юридик алып. Неше жылға? 5 жыл мүддетке. 30 жастан өтсе болмайды ғой. 30 жасқа шекем кредит Ондай жоқ ол біздерде. Олар рахмет, басқа сұрақтарыңыз болса жұмақ